Қала маңындағы тұрғын алаптың халқы да белсенділік танытты. Нөмірі 90-шы референдум учаскесінде жасы да, қарты да барып таңдау жасады. Байқаушылардың айтуынша тұрғындардың қатысымы алғашқы сағаттан ақ жоғары болды. Ақтөбе қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты Сазды мәдениет үйінде жұмыс қызу. Нөмірі 90-шы референдум учаскесі бойынша 1924 адам тіркелген. Оның 7-і үйден дауыс беруші. Ал таңда келгендер арнайы әзірленген сый алды. Соның бірі Асаруми қайырымдылық қорының төрағасы Әнуар Сандыбаев. Ол тұрғылықты мекен жайы бойынша аталған учаскеде өз таңдауын жасады. Теңізінен адамдардың ең бірінші деп болып кірдім. Қасында тағы қарасам, ойладым, ешкім келмейді деп сағат 7-те. Бірақ келіп жатыр адамдар, әрі де келіп жатыр дауыс беруге. Референдумға қатысуға арадан парыз деп ойлаймын. Сол өте маңызды зат ол негізі. Таңнан бері ағылып жатқан тұрғындардың қатарында Жұмағанбетовтер отбасы да бар. Олар белсенділік танытып дауыс берді. Ертеңгі ұрпақтың сенімді келешегі үшін маңызды шешімдерді бірлесіп қабылдау қажет дейді. Зейнеткерлер саяси науқанның сәтті өтуін тілеп батасын берді. Қасымызда менің жолдасым, ол кісі де зейнеткер. Осы жерде мұғалім болып 41 жыл. Біздер дауысымызды бердік. Референдумға дауысымызды беріп жатырмыз, үлесімізді қостық деп ойлаймын. Дендерің сау болып, еліміз аман болып, аманшылықта болайық. Референдум комиссиясы мен байқаушылар дауыс берудің барлық талапқа сай жүйелі өтуін жіті қадағалап отыр. Комиссия мүшелері сайлаушылардың көбі жастардан құралғанын айтады. Гүлмереке Аймұхан, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.